Бүгін біз One Piece әлеміндегі ең күшті кейіпкерлер туралы сөйлесетін боламыз. Олар Йонканың ең ұлы қарақшылары. Менің ойымша, бұл анық нәрселер. Ал шығармаларды кем дегенде бір рет көрген немесе оқығандар және бір жыл ішінде сіз мұны түсінуіңіз керек. Йока ұғымының бар болуы бізге депутат оларды ерекше атап өтетінін анық көрсетеді. Күзетші барлық командалардан көп болса да Енка, бірақ олар үшін ештеңе істей алмайды. Ал аңыздардың өзі жаңа әлемде қалағанын жасайды. Бірақ жақында қарақшылардың күшіне күмәнданатын адамдар пайда болды. Бұл адмирал Дрочер, ол бір Акайну барлығын жеңе алады деп сенеді. Енка немесе Кизару үлкен анаға қарсы тұра алады. Бұл мен үшін мүлдем бос сөз. Өйткені адмиралдардың деңгейі ең жақсы жағдайда Старп, Йонка, Марк, Катакури, Бекмен Кинг. Дәл сол Мака Маринфордта Кизараны оңай ұстады. Бекмен өзінің сыртқы келбетінің арқасында Боксаленді қорқыныштан тоңдырды, ал Кинг әдетте адмиралдан да күшті. Бигмамның өзімен бірге үлкен ананың қарақшылар кемесін тастап кетті. Тарихта мұндай мысалдар өте көп, бірақ бүгінде біз олардың капитандары туралы айтып отырмыз. Атап айтқанда Ака. Ендеше ең әлсізден бастайық, ал бейнебаян барысында ең мықтыға көшеміз. Біздің тізімдегі бірінші және ең әлсізі Арба. Сіз бұл жерде Арбаның теңіз императорларының әлсіздігінің мысалы екенін айта аласыз, бірақ ол ережеден ерекшелік екені анық, және оның иесі айналуы One Piece нұсқасындағы ең күшті кейіпкерлерді. Атап айтқанда, Йоконы анықтау үшін жасалған күлкілі құрылғы ғана. Бұл тіпті арбалар сияқты сайқымазақтың да оларға айналуы мүмкін екенін көрсетеді. Сіз түсінгендей, Багги мансап сатысымен дәл осылай көтеріліп жатыр. Бірақ ол бізге әлі толық ашылған жоқ. Және мүмкін оның алға жылжуы оның кейіпкер ретінде дамуына түрткі болуы мүмкін. Нәтижесінде ол патша еркіне ие болады және барлығын, әсіресе адмиралдардағы қасықтарды құлатады. Әрі қарай мен үшін бастапқы сыйымдылықтардың ең әлсізі ретінде жүреді. Бұл үлкен ана. Оның барлық негізгі хоккей түрлері бар, бірақ бұл бәрі емес. Сонымен қатар оның ерік жігердің барлық жетілдірілген түрлері бар. Соның ішінде корольдік ерік жігерді қамту. Ал адмиралдардың озық ерік жігері жоқ. Тіпті негізгі кырлары да жоқ. Сондықтан үлкен ананың оңай шыдайтыны таңқаларлық емес. Мен сондай ақ оның 4 миллиардтан астам сияқысы үлкен ананы өте қауіпті және күшті ететінін атап өткім келеді. Салыстыру үшін адмиралдар 3 миллиардқа бағаланады. Бұл Юстасакит пен Трафалгар заңының деңгейі. Олар дуэтте Шарлотты Негашиммен бірге лақтырып, оны үлкен қиындықпен жеңе алды. Яғни, екі бірден әділ жекпе-жекте олар оны жеңе алмас еді. Енді адмиралдар оған қарсы шықса, не болатынын елестетіп көріңізші. Бірақ соған қарамастан, оның күшін растайтын дәлелдер мұнымен бітпейді. Линк Кайдамен 3 күн бойы жекпе-жекке шығуы мүмкін еді. Төртінші Гиг Луфи Изиде биледі. Кармел Бигмнің бас қолбасшы болмаса, адмирал болу мүмкіндігі бар екенін айтты. Мұны тіпті агент Сайфер Полда растады. Лин королева сияқты мықты жауынгерді және мен бұрын жетістіктерін тізіп өткен бірінші қарақшы капитан Уайтберді Маркты оңай жеңді. Және біз мұның бәрі әртүрлі деңгейлер екенін жақсы түсінеміз, және автор бізге берілген кейіпкердің артықшылығын және оның қауіптілігін көрсетеді. Сонымен қатар, ол жаңа әлемде орасан зор ықпалға ие, көптеген аралдарға иелік етеді. Мысалы, өткір адам балықтары. Тіпті теңіз күзеті аңызы Харптың өзі үлкен ана мен Кайданың біргетінін білгенде, теңіз күзеті екі адамның ұлы армиясын жеңуге мүмкіндігі жоқ екенін айтты. Мұны Шебик, Роджер және Ақ сақал сияқты құбыжықтармен соғысқан күзеттің шынайы деңгейін қандай да бір жолмен түсінетін адам айтады. Келесі кезекте әлемдегі ең күшті жаратылыс Кайда болады. Ол үлкен ана сияқты. Шебиктің ескі дәуіріндегі қарақшылардың ең қауіпті командасының мүшесі болды. Олар қарақшылар патшасы Роджермен тең болған әлемдегі ең күшті адам. Ақ сақал және алтын арыстан Шики сияқты құбыжықтар болды. Кайда басқалар сияқты хоккейдің барлық түрлерін жетілдірілген түрде меңгеруге қабілетті. Ол алғаш рет сюжетке енген кезде бізге бұл кейіпкердің күші туралы түсінік берілді. Аспан аралынан құлағаннан кейін ол бұл оған үйреншікті нәрсе сияқты орнынан тұрды. Және жекпе-жекте Кайда әрқашан жеңіске жететіні айтылды. Теңізді, аспанды және жерді мекендейтін барлық кейіпкерлердің ішінде ол ең күштісі. Өйткені аспан мен жердің арасында ол ең күштісі ғана. Ол өзінің күшін бағалай отырып, Маринфордта ақ сақалмен күрескісі келді. Енді бір қарт науқас ақ сақалды тоқтату үшін депутат қанша күш пен әскер жұмсағанын еске түсіріңіз. Және бұл оның бұйрығын ескермейді. Теңіз күзеті адмиралдар мен Шичибукаевтар сияқты ең мықты жауынгерлерді жинады. Бірақ бұл оларға көмектеспеді. 3 адмирал бір Йокты жеңе алмады. Ал ұлы Кайдты теңіз тұманына барар жолда тек мүмкіндік қана тоқтата алды. Егер Кайда Маринфордқа келсе, солай болар еді. Бірақ бұл жай ғана гүлдер. Кайда сыйлығы бұм сыйлығынан асып түседі. Ол Катакуриді жеңіп, сол кезде Йоконың 5-ші болып танылған 4-ші Гир Блицін оңай ұйықтайды. Сондай-ақ Гарасеевтің пікірінше, маскүнем қара сақалды жеңе алатындардың бірі болған. Содан кейін Моңғол Негашимде ең нашар ұрпақтың ең мықты өкілдерін еш қиындықсыз ұстады. Луфи, Зора, Айда, Ло, өлтіруші. Ол бір уақытта бұлттардың көмегімен аралды ұстап тұрып, бүкіл одаққа қарсы күресті. Ол сондай-ақ Луфиді бірнеше рет жеңді. Бұл оның ойнап жатқанын және өзінің барлық күшін көрсетпейтінін көрсетеді. Сайып келгенде, ол Никиден жеңіліп қалса да, бізге Кайдты өте жақсы көрсетті. Оны сюжет біріктіргені анық. Петлуфи оны тек фортепиано арқылы жеңе алды. Соңында өзі Кайдың орнын басып, ең мықты кейіпкерлердің біріне айналды. Ең күштіден кейін бүкіл тарихтағы ең ұлы 3 кейіпкердің бірі Маршал Дитич келеді. Менің ойымша, оның толық күшіне баға беруге әлі ерте.
өйткені ол оны әлі де мұқият және мұқият жасырады. Сондықтан оның жекпе-жегі жиі үзінділерде көрсетіледі және экраннан тыс қарсыластарын экран хоккейінің көмегімен қалай оңай жеңетінін көрсетеді. Осылайша, көптеген адамдар оны бағаламайды және сюжет оны алға жылжытады деп санайды. Бірақ олар ода оның күші туралы кеңестер беретінін ескермейді. Мысалы, ол кездейсоқ ең ауыр тыртықты қалдыра алды және Трафалгарды 3 миллиард белли сыйлығымен еш қиындықсыз жеңді. Сондай-ақ, оның өте күшті командасы бар екенін атап өткім келеді. Оның құрамына бұрынғы адмирал Акиджи кіреді. Оның күші тек ағынның өзінен және енінен асып түседі. Теч Ван бейбітшілік тарихындағы екі жемісі бар жалғыз кейіпкер. Оның бірі Гура Ми. Ең қауіпті, ең күшті параметрі ол нұсқауларға сәйкес бүкіл әлемді жоюға қабілетті. Жемісті алғаннан кейін ол теңіз күзетінің ең күшті екі мүшесіне қарсы тұра алды. Сонымен қатар Ақсақалдың бүкіл командасын еш қиындықсыз жеңе алды. Ескі жерлерді сақтап қалуға үміт артпаңыз. Ода бұл кеңестерді берді. Осылайша біз Тичтің шын мәнінде әлсіз емес, күшті екенін және оның күштері кейінірек Шенкске, содан кейін Люфиге қарсы шайқаста қаншалықты күшті болатынын көрсету үшін ашылмайтынын түсіндік. Ол болашақта шанстың өзінен де асып түсетін кейіпкер ретінде ашылатыны анық. Бұл жай ғана емес. Адамдар қызыл шашты сюжеттерді ағынмен шығаруға болады деп сенеді. Автор олардың жекпе-жегі туралы көптен бері айтып келеді. Мысалы, Фейстің соңғы секірісінде ода өз хабарламасында биылғы жылы күтпеген нәтижелерге әкелуі мүмкін екі кейіпкердің күтілетін шайқасы болатынын айтты. Сондықтан, менің ойымша, бұл шайқас болашақта міндетті түрде болатыны және оның интернетті жарып жіберетіні барлығына түсінікті. Бірақ, менің ойымша, Тич әлі де Луфиден күшті болмайды. Бірақ ол коэффициентті жеңсе де, мен бұл туралы кейінірек айтатын боламын. Өйткені мен Блекберттің күші үшін жеткілікті дәлелдер келтірдім. Содан кейін қызыл шашты шанс келеді. Бұл ең күшті түрі кейіпкерлердің екіншісі. Ол ең күшті корольдік, ерік жігердің және ең күшті бақылау ерік жігерінің иесі ретінде танымал болды. Ол оны 10 секунд бұрын көреді. Бірақ сонымен бірге оның әлемде орасан зор ықпалы бар. Ол өзінің қатысуымен ғана ең күштілердің бүкіл соғысын аяқтай алады. Бұл жерде шындық оның ықпалына ғана емес, күшіне де әсер етті. Өйткені бүкіл теңіз күзеті оны ренжіткені анық. Және сіз менің басында айтқанымды еске түсіре аласыз. Кизару қызыл шашты бен Бекманды көргенде қатты ашуланды. Мен бұл мүмкіндіктің өзі туралы не айта аламын? Қызыл шашты да ең мықты қылышы Михоокпен тең дәрежеде шайқасты. Сондай-ақ, карта авторы бұл мүмкіндікті қарақшылар патшасы атағына ең жақын және күші мен ықпалы жағынан Ақсақалдың өзімен салыстыруға болатынын атап өтті. Бұл таңқаларлық емес болса да, өйткені ол тек 1 шаршы метрдің көмегімен 100 000 адамды нокаутқа түсіре алады. Ол қарапайым адамдардан 5 есе күшті және өзінің сүйікті корольдік ерік жігерінің көмегімен адмирал Арамакиге жаңа үйсіз адамды жеңу оңай. Ол одан қорқып қашып кетті және Йоконың адмиралдардан бірнеше есе жоғары екенін тағы бір рет көрсетті. Тіпті One Piece фильмінде де ол сөзсіз канон болып табылады. Шанс қайыршы Мизараны қорлап, оны басып озып, оны бір шабуылмен қорлады. Сонымен қатар, оның бір соққымен 3 миллиард сияқымен Фкитті жеңгенін және оның ең теңдестірілген командасы бар екенін атап өтуге болады. Жеміс жидексіз және ең үлкен марапатпен тірі қарақшыларсыз. Ал келесі Йоктан барлық адамдар қорықты, өйткені оны қарақшылар әлемдегі ең күшті адам деп санады. Ұлы қарақшы Ақсақал, Голди Роджердің қарсыласы. Ол тең дәрежеде күрескен және одан кейінгі екінші ең көп марапатталған қарақшы. Роджер өлім жазасына кесілгеннен кейін Шикидің алтын арыстаны қазір Ақсақалдың уақыты келді деп мәлімдеді. Алгардың өзі сіз әлемдік үкімет иісті тұтқынға алып, теңіздердің билеушісін ашуландырды деп айттыңыз. Ақсақалда хоккейдің барлық түрлері бар және жоғарыда айтқанымдай, бүкіл әлемді жоюға қабілетті Гура Ми жемісі бар. Сондай-ақ, ол Рокс командасының жұлдызды ойыншысы болған сияқты. Дүниежүзілік үкімет өзінің барлық әскерлерін тек Ақсақалға қарсы тұру үшін жинады. Бірақ соған қарамастан, олар оны қалай жеңсе, солай жеді. Өйткені ол олар үшін тым күшті болды. Адмиралдарды Гокудың ұлы Ниши Чибукайда оған қарсы тұра алмады. Тіпті ең мықты қылышы Михоок өзінің ескі науқас жаңа қақпадан әлсіз екенін мойындады. Осылайша, Маринворд доғасы әкенің құдіретін айқын көрсетеді. Науқас және кәрі, қарапайым емес, содан кейін Марк пен One Piece күштерінің тепе-теңдігін байқайды. Онда Йока адмиралдарға қарағанда бірнеше есе күшті. Ақсақалдың қабыланы қалай қорлағаны есіңізде ме? Ол оны ұрып соғып, жартылай өлген қарттың соққысынан нокаутқа түсіп, содан кейін ол ауыр жарақат алды. Бірақ бұл соңы емес, өйткені кезекте тағы біреуі қалды Енка. Және бұл бүкіл One Piece шығармасының басты кейіпкері Монки Дюфи. Ағып жатқан Пакти Руф одан да күшті болатынын айтты. Енді мен сізге оның себебін айтайын. Біріншіден, біздің Ябланчик бұл жанрдың заңдары бойынша оны ең мықтылардың біріне айналдыратын шығарманың басты кейіпкері. Екіншіден, Луфи болашақта Тичтің өзіне қарсы күресетіні анық. Бұл туралы одадан бірнеше кеңестер бар. Сондықтан мүмкіндік болған жағдайда, мысалы, Гевару сияқты қара сақал қарақшылардың патшасы болғысы келеді, және бұл атаққа олардан басқа үміткерлер жоқ. Иә, арбалар мен шанс бар, бірақ бәрінің сүйікті сайқымазағы әзілқой кейіпкер. Тіпті егер ол қарақшылардың патшасы болса да, бұл жай ғана кезекті рофла тот болады. Ал Луфи тіпті сюжеттің осындай дамуымен де мақсатына жетеді. Ал мүмкіндік, біз бұрын білгеніміздей, толқынның өзінен зардап шегеді. Сондықтан, қара сақал Люфи үшін қарақшылар патшасы болу жолындағы соңғы кедергі болады. Ақ сақал қайтыс болғанға дейін өз командасының сатқынына Роджер күткен және бүкіл әлемге соғыс жариялайтын.
Ақсақал командасының қалауы мен ерік жігерін өз мойнына алғаны адам хоккей экранының иесі емес, басқа біреу болатынын айтты. Және ол осы сөздерді айтып жатқанда, Ода Гуфаға назар аударды. Мен оның болашақта Течті жеңіп, қарақшылардың патшасы болатынын меңзеп отырмын. Сондай-ақ, егер олардың жекпе-жегін рейтинг тұрғысынан қарастыратын болсақ, олардың бір-біріне сәйкес келетін қарсыластар екені белгілі болады. Introduction Techa деп аталатын кезеңнің басынан бастап, Ода Гуалуфи мен оның арасында параллельдер жүргізді. Екеуі де басқалардың арманына күлмей, армандаудың өтірігіне сенеді. Кішкентай ақымақ үнемі күліп жүреді, бірақ Чирада оларды бір-біріне қарсы қояды. Өйткені мақсаттың өзі маңызды адам. Оған жету үшін ол кез келген жолмен жүруге дайын. Ал Луфи, керісінше, қарақшылардың патшасы болудан ләззат алады. Ол үшін оның арманына жету емес, оған ұмтылу маңызды. Бірақ бұл бәрі емес. Жақында біз Мугиварада күн құдайының жемісі, ал Логи мен қараңғылықтың қара сақалы бар екенін білдік. Бірақ бұл жерде Оданың символизмге бой алдырғаны анық. Менің ойымша, мен Луфидің күші үшін жеткілікті дәлелдер келтірдім. Ал егер сіз менен осындай теңдесі жоқ талдаулар жасауды қалай үйрендім деп сұрасаңыз, онда мені видеоның өзі үйреткенінің сырын айтайын. Мен бұған дейін барлық Йоко туралы айтқан болатынмын, бірақ видео мұнымен бітпеді. Өйткені қазір мен сізге Мәриямның императоры болып табылмайтын адмиралдардың басқа тасымалдаушылары туралы қысқаша айтып беремін. Біріншісі Дешебимен сабақ болады. Ол туралы ештеңе білмейді. Бірақ ол Роджерден асып түскен шығар. Тек Роджер мен Гар оны дуэтте жеңді. Әлі күнге дейін ұмытылған Шики кейіпкері бар. Ол туралы мен видеода жанама түрде айтқан болатынмын. Және оның кейіпкерлер иерархиясындағы орны ең жоғарғы деңгейде екені анық. Мен арбаны ережеден ерекшелік деп айтқаныммен, оның командасында үй иесі адмиралдарды да кездестіруге болады. Олардың бірі Михоук, бізге қызыл шашты Йокоға тең, немесе тіпті одан да жоғары. Ал екіншісі Одайлға ұқсайды. Оның шынайы күші интеллект. Біз болашақта әлі де үйренуіміз керек. Тайм скип кезінде оның нақты немен айналысқаны белгісіз, бірақ оның уақытты босқа өткізбегені анық. Біздің бейнебаянды көргеннен кейін Йоко туралы бұдан былай ешқандай ескертулер болмайды деп үміттенемін. Өйткені олардың адмиралдардан бірнеше саты жоғары тұрғаны қисынды. Иә, төрт ақымақтың өздері бір-біріне тең келмейтіні анық. Мысалы, Ақсақал мен мүмкіндік адмиралдардың лайықты жекпе-жек өткізуге мүмкіндігі жоғары үлкен анадан асып түседі. Луфи жас болса да, қазірдің өзінде оларды оңай жеңе алады. Және бұл автордың тенденциясы екені анық. Ол Йоко Шанс, Блекберд және Луфидің жаңа триосының One Piece әлеміне қаншалықты әсер ететінін көрсетеді. Және бұл үштік One Piece әлемінің ең жоғары күші бола отырып, қалағанын істей алады және қарақшылар патшасы атағы үшін өзара таласады. Мен сондай-ақ арнаны қолдағаны үшін күшейткіштерге ерекше алғыс айтқым келеді.